Қазір 6 түрлі жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Біз қаладағы адамдар қозғалысын, жүріс тәртібін, қоғамдық көліктер жүйесін жақсарту мүмкіндіктерін зерттейміз. Бет әлпетті тану жүйесі арқылы қаладағы қауіпсіздік деңгейін арттыру. Қаланы көгалдандыру үшін қай орындарға өсімдіктер отырғызу қажеттігін анықтаймыз. Әлем бойынша Америка құрама штаттары, Еуропа, Оңтүстік Корея және Жапония елдерінде серіктестеріміз бар. Ғалымдардың жобаларын тәжірибе жүзінде іске асқанын көргіміз келсе, ғылым мен өндіріс арасында алшақтықты жоюға талпыну қажет. Қала тұрғындарының өмірін жақсартуға сәл болса да өз үлесімді қоса алсам, бақытты болар едім. Барлық адамға қолайлы қала қандай болады? Бұл адам өзін толықтай қауіпсіз сезінетін орын. Өйткені бейнебақылау жүйелері қауіп-қатерге бірден назар аударып, қолайсыздықтардың алдын алуға мүмкіндік береді. Бұл жердің ауасы ерекше таза, көшелері көз қуантып, қоршаған ортаны оттегімен байытатын ағаштар және гүлдермен көмкерілген. Ең жайлы қалада интернет өте жылдам, үздіксіз қызмет етіп, кез келген жерде қолжетімді болады. Транспорт жүйесі еш кедергісіз және кептеліссіз жұмыс істеп, қажет жерге оңай әрі тез жетуге мүмкіндік береді. Әр қадам сайын мектеп, емханалар мен дүкендерді кездестіруге болады. Мұндай шаһарда өмір сүру ыңғайлы әрі жағымды. Жайлы қаланың жобасын жасауда ондағы әр тұрғынның өмірін жақсарту үшін терең талдау қажет. Осы деректерді талдау қазақстандық ғалым Дидар Еділханның зерттеуіне негіз болып отыр. Оның жобасы көлік қозғалысы, ауаның ластану деңгейі, халықтың тығыздығы және басқа да негізгі көрсеткіштер секілді қалаға қатысты ақпаратты зерттеуге және өңдеуге бағытталған. Деректерді мобильді сенсорлық жүйенің көмегімен жинақтап және талдап, проблемалық аймақтарды анықтап, нәтижесінде қала билігіне ұтымды шешімдер жолдайды. Қазір 6 түрлі жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Біріншісі көлік жүйесіндегі деректерді талдауға қатысты. Біз Астана қаласындағы автобус бағыттарының барлық деректерін жинақтайтын компаниямен ынтымақтастық орнаттық. Олар бізге ақпарат беріп, біз қала бойынша адамдардың қозғалысына, жүріс тәртібіне талдау жүргіземіз және қоғамдық көлік қызметін жақсартуды қарастырамыз. Жобаның екінші бөлігі машиналық және терең оқыту алгоритмдеріне негізделген бет әлпетті тану жүйесін қолдану арқылы қаладағы қауіпсіздік деңгейін арттыруға бағытталған. Қала көлемінде озық технологияларды енгізу үшін кезең-кезеңімен тестілеу қажет. Алғашқы қадам ретінде ғалымдар жұмыс істейтін жатақханада сынақтар жүргізілді. Топ бет әлпетті тану жүйелері мен машиналық оқыту алгоритмдерінің жабық ортада қалай тиімді жұмыс істейтінін сынап жатыр. Бұл тәжірибе әрі қарай сауда орталықтары мен басқа да қоғамдық орындарға оны енгізу үшін технологияны жетілдіруге әсер етеді. Сондай-ақ қала тұрғындарының қауіпсіздігін арттырады. Үшінші жоба қала аумағына агротехникаларды енгізуге арналған. Біз вертикальды егіншілік концепциясын зерттеп жатырмыз. Өйткені қалалар өте тез өседі және оларды оңтайлы көгалдандыру шешімін табу маңызды. Қазір Астанада жасыл желек жеткілікті ме? Қай аудандарға ағаш егу қажет екенін зерттеу үстіндеміз. Спутниктен түсірілген суреттерді қолданып, оларды арнайы алгоритмдер арқылы талдап, қаланы көгалдандыру үшін қай жерге өсімдіктер егу керектігін, қанша ағаш қажеттігін анықтап жатырмыз. Қаланы қауіпсіз ету үшін, оның ішінде кибер қауіптен сақтау үшін жыл сайын интернетке қосылған құрылғылардың саны артатынын ескерген жөн. Бұл бақылау камералары, датчиктер және ақылды шаруашылық аспаптары. Құрылғылардың барлығы тұрғындардың өмірін жеңілдетеді. Әйтсе де, хакерлердің құрығына оңай ілінуі мүмкін.
Егер техникаға шабуыл жасалса, адамдардың жеке деректеріне қатер төнуі мүмкін. Сондықтан Дидар Еділханның бір жобасы осы жүйелерді киберқауіптен сақтауға бағытталған. One more project is about Тағы бір жоба 5G-ге қатысты. Біздің команда Бирмингем қалалық университеті және Стамбул университетімен халықаралық серіктестік орнатып, қалалық ортада 5G және 6G сигналдарын беру кезінде туындайтын қиындықтарды зерттеуде. Біз мәселені анықтап, шешімін ұсыну үшін симуляция және мобильді операторлардың деректерін пайдаланамыз. Жобаның соңғы бөлігі ақылды қалаға арналған бірыңғай цифрлық платформа құруға бағытталған. Бұл платформада қалаға қатысты барлық деректер біріктіріледі. Деректерді визуализациялау, мониторинг құралдарын ұсыну, оларды жинақтау, сақтау және талдау жүйесін құру жолында еңбектеніп жатырмыз. Нәтижесінде қала билігі алынған ақпаратты маңызды шешімдер шығаруда қолданылады. Ақылды қалаға арналған цифрлық платформада деректер жинақталып, картада көрініс табады. Ел астанасы және Қазақстанның өзге де қалалары жайында көп ақпарат жинақталған. Ғалымдардың ендігі кезектегі міндеті соның барлығын визуализациялап, талдау жүргізу. Платформа мемлекеттік органдарға қаладағы мәселелерді тереңнен түсініп, оңтайлы шешімдер қабылдауға ықпалын тигізеді. Деректердің бір бөлігі ғалымдарға қолжетімді болады. Олар сол деректерді өз зерттеулеріне қолданады. Right now in the Kazakhstan we have the issues that there is no unified platform of the map. Қазір Қазақстанда карталардың бірыңғай платформасы жоқ. Әр қала тегін платформалар арқылы жеке карталарын жасақтауға ұмтылып жатыр. Сондай-ақ Google Maps, Яндекс Maps немесе Тугис сынды басқа мемлекеттерде жасалған карталар бар. Yandex Map, Turgis Maps. In the real life, in the IT century, we understood that for the Kazakhstan we need to create. Алайда біз қай жерде су, ауа, ауыл шаруашылығына қатысты мәселе бар екенін көрсететін Қазақстанның жеке картасын жасау қажеттігін түсіндік. Water, with air, maybe with farming. In our direction, first of all, it is fully Kazakhstan. Бұл жобаны қазақстандық азаматтар жүзеге асырады. Біз жобаға бакалавр, магистратура студенттері, докторанттар мен университет, қалалық билік қызметкерлерін тарттық. Нақтырақ айтсақ, біз толығымен қазақстандық өнім болатын платформа құру үшін бірігіп күш салдық. Fully will be a Kazakhstan product. It is trying to compile and adapt. Бұл ең үздік әлемдік тәжірибе үлгілерін бейімдеу және жинақтау. Әйтсе де, бір өнімді толығымен бір орыннан екінші орынға көшіріп қоюға болмайды. Қазақстан қалаларының бірегей қажеттіліктерін ескеріп, оларды ақылды қалалар саласындағы озық ғылыми біліммен ұштастыру қажет. Профессор Еділхан халықаралық байланыстарының жергілікті жағдайларды түсінуінің және әлемдік стандарттарды білуінің арқасында осы элементтерді біріктіріп, жаңа нәрсе жасай алады. Халықаралық, жоғары технологиялық және қазақстандық тәсілдердің үйлесімі жобаның бірегейлігі болып отыр. Барлық 6 бағытты бір мақсат біріктіреді. Ол қала тұрғындарына жайлы орта қалыптастыру. Жобада Дидар Еділханның басқаруымен 80-ге жуық маман еңбек етіп жатыр. Топ Астана қаласында университет қабырғасындағы зерттеу орталығында шоғырланған. Right now we've divided for the 6 groups. Біз жұмысты 6 топқа бөлдік. Олардың әрқайсысы датчиктер мен GPS трекерлерінен деректерді жинау. Сондай-ақ бейне талдау сияқты өз міндеттермен айналысады. Sensors, GPS trackers, and the last one. Біз қазір платформаның архитектурасын жасап жатырмыз және келесі жылы платформамызды іске қосуды жоспарлап отырмыз. Бүгін біз бірнеше дайын карталарға талдау жүргізіп, оларды бір платформаға біріктіруді жолға қойдық. And we'll try to connect them to our unified platform. We established research and innovation center and Біз ғылыми инновация орталығын құрдық. Оны профессор Дидар Еділхан басқарады. Соңғы 3 жылда бірнеше ғылыми гранттар жеңіп алдық. Дидар қазір бірқатар ғылыми жобалардың бас зерттеушісі.
principal investigator of lot of research projects, and as well as he supervisor of international project. Сонымен қатар, ол халықаралық жобаға да жетекшілік етеді. Жақында Жапония үкіметінің гранты тағайындалған халықаралық форумға қатыстық. Шара Жапонияда өтті. Сондай-ақ Ұлыбританиядағы Корольдік инженерлік академиясының грантын жеңіп алдық. From UK, Royal Academy of Engineering. Last year we had 2 projects. Өткен жылы біз Ұлыбританиямен бірлескен 2 жобаны жүзеге асырдық. Олардың бірі Корольдік инженерлік академиясымен ақылды қала желісін құру идеясы негізінде болды. Біз бұл ұсыныспен және зерттеу мақсатымен интернеттен танысып, іскерлік қарым-қатынас арқылы байланыс орнаттық. Ұлыбританияда көптеген серіктестеріміз бар және олармен белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру, қосымшалар әзірлеу және қаржыландыру көздерін іздеуде бірге жұмыс істейміз. Британдық кеңестің грантында жеңіп алдық. Жобаның идеясы трансұлттық білім беру саласындағы ынтымақтастық стратегиясын әзірлеу болды. Яғни ғылыми зерттеулер мен білім беру саласында бірлесіп жұмыс істеу мақсатында Қазақстан мен Ұлыбритания университеттері арасында өзара әрекеттестік орнату. Шын мәнінде ғылым мен білім саласында үздік саналатын Бирмингем қалалық университеті Ұлыбританиядағы серіктесіміз атанды. Біз ынтымақтастықтың алғашқы іргетасын қаладық және қазір көбірек қаржы алып, ірі жобаларды жүзеге асыру үшін үлкен жобаларға өтінім беріп жатырмыз. Әлем бойынша біздің Америка Құрама Штаттары, Еуропа, Оңтүстік Корея және Жапонияда серіктестеріміз бар. Біз әртүрлі қаржыландыру көздерін тауып, гранттарға өтінім береміз және қаржы бөлінгеннен кейін топ жинап, жұмысқа кірісеміз. Жергілікті деңгейде біздің басты серіктесіміз әрине ғылым және жоғары білім министрлігі. Онда қаржыландырудың бірнеше нысандары бар. Сонымен қатар министрлік тарапынан жас ғалымдарға ерекше қолдау көрсетіледі. They also have a lot of support for young scientists. Бала күнінде Дидар банк қызметкері болуды армандаған. Тіпті сол салада қызмет етіп те көрген. Алайда көп жылдар өткеннен кейін қаржы әлемі бюрократиядан тұрады және кез келген жаңашылдықты енгізуде көптеген кедергілер кездесетінін түсінген. Ғалымның айтуынша, ғылым әлемінде мүлде басқа, мұнда сынақтарға еркіндік берілген, нәтижесін де тез көруге болады. So since I'm from family where my both parents are from. Әкем мен анам екеуінің де қызметі ғылым және білім беру саласына тікелей қатысты. Олар әрдайым мені зерттеу жобаларына қатысуға ынталандырды. Әкем белгілі ғалым, IT, оптимизация және компьютерлік модельдеу саласында түрлі жобалар жасайды. Менің анамның қызметі математика негізгі рөл ойнайтын қаржылық және экономикалық модельдермен байланысты. Economic models, again involving like mathematics as a main part. I started being interested in science when I was doing my bachelor study. Мен бакалавриатта білім алып жүргенде ғылымға қызыға бастадым. Соңғы курста белгілі ғалымның жетекшілігімен жүзеге асқан жобаға қатыстым. Менің міндетім оңай болды. Онда Қазақстан экономикасын талдау үшін математикалық және компьютерлік модельдер құрастырдым. Сонан соң магистратура бағдарламасы бойынша оқып жүргенімде ғылыми мақала жазуым қажет болып, тағы да зерттеуге араластым. Осылайша бакалавриатта да, магистратурада да ғылыммен айналыстым. Бүгінде Еділхан профессордың өзі жастарды ғылыммен айналысуға жігерлендіріп, кәсіби кадрлардың қалыптасуына ерекше көңіл бөліп жүр. Ол оқушылар мен студенттер арасынан талантты жастарды іріктеуге атсалысады. Олардың қатарынан өмірде ең жайлы орын құруға үлес қосатын мамандар шығады деп үміттенеді. Ғалым жетекшілігімен жүзеге асатын ақылды қала байқауына Қазақстандағы барлық жоғары сынып оқушылары қатысады. Форматы стартаптар жобасы секілді. Балалар инновациялық шешімдер ұсынады. Оны университет мамандары бағалайды. Іріктеудің алғашқы кезеңінен кейін ғалым өз жобасында жұмыс істейтін үздіктерді таңдап алады. Порядка 50 команд уже приглашаются в университет на второй. Екінші кезеңге 50 топ университетке шақырылды. Онда жеңімпаздар анықталады. Жеңіске жеткен қатысушыларға университет ректорының гранты тағайындалады. Олар ректор грантымен біздің университетте білім алады. Кепілдендірілген.
Өз кезегінде бұл IT саласына жастарды тартуға, смарт қалалар мен инновациялармен қызықтыруға мүмкіндік береді. Он также у нас проводит подготовку педагогических кадров, то есть через разные конкурсы, которые проводят. Профессор Дидар Еділхан IT компаниялар және басқа да компаниялармен бірігіп, олардың тапсырмасына сай байқау жариялау арқылы мамандар дайындайды. Порядка 100 команд, по 2-3 человека. Белгілі уақыт аралығында 2-3 адамнан құралған жүздеген топ бір тапсырманы шешеді. Организатором Ол байқауда модератор және ұйымдастырушы міндетін атқарады. этого конкурса идет Бұл байқау аясында студенттердің жобалық жұмысқа қабілеті көрінеді. Қаншалықты олар біздің университетте алған теориялық білімін іс жүзінде пайдалана алады. Олар бірінші, екінші және үшінші курстарда да байқауға қатысады. начинают принимать участие с первого, потом второй курс, третий курс, все активно принимают участие. Байқауға қатысушылар арасынан компаниялар өздеріне қажетті болашақ мамандарды таңдап алады. Ең сәтті шешім ұсынған студенттер тағылымдамадан өтуге, немесе студент болса да қызметке орналасуға шақырту алады. Профессор Еділхан бұл байқауға толығымен жетекшілік етіп, компаниялармен бірлесе жұмыс істейді. Бұл оның үлкен мақсаттарына апаратын қадамдарының бірі. It's very important to try to implement science in different. Қазақстан экономикасының әртүрлі деңгейіне ғылымды енгізу өте маңызды. Көшбасшы болу үшін сізді бәсекелестерден ерекшелендіретін жаңа нәрсе жасау керек екенін қазір бәріміз түсінеміз. Қазақстанда мұнай, газ, тау-кен өнеркәсібі, қаржы және басқа да негізгі салалар бар. Осы секторларда ғылыми негізделген стратегияны жүзеге асыратын болсақ, бұл Қазақстанның болашақта нығаюына ықпал етеді. Ғалымдардың жобаларын тәжірибе жүзінде іске асқанын көргіміз келсе, ғылым мен өндіріс саласындағы алшақтықты жоюға талпыну қажет. Decrease this kind of gap between science and between industry in order to implement what our researchers do in a real sector. We all know the level of science in Еуропада, Америка құрама штаттарында, Ұлыбританияда ғылымның жоғары деңгейде екенін бәріміз білеміз. Бірақ менің байқағаным, ондағы әріптестерді Қазақстанның ғылымға деген үлкен қолдауы таңғалдырады. Мүмкін мұнда өз зерттеулерімізге бәсекелестік аз, немесе қаржы алу оңай. Алайда мемлекет тарапынан ғылымның дамуына қолдау ерекше. support from the government in order to grow the science in Kazakhstan. Ақылды қалалар жобасы бүкіл әлем бойынша өзекті. Профессор Дидар Еділхан технологиялардан бастап әлеуметтік ғылымға дейін әртүрлі сала мамандарын біріктіріп, өз зертханасын дамытуға күш салуда. Қазақстандық ғалымның сөзінше, ақылды қала концепциясы жаңа технологиялар енгізуден де ауқымдырақ. Ол қала тұрғындарының мінез құлқын, тәртібі жөніндегі сұрақтарды қамтып, сол процестерді есепке алу мүмкіндіктерін қарастырады. Алдағы уақытта ғалым кешенді шешімдер қабылдауда тек қана инженерлерді ғана емес, психологтарда, сондай-ақ басқа сала мамандарында жұмысқа тартуды көздейді. At the moment, I cannot say that I have something great as a scientist, but I believe Дәл қазір мен ғалым ретінде үлкен жетістікке жеттім деп айта алмаймын. Бірақ ақылды қалалар бойынша зерттеуімді жалғастырып, шамамен 10 жылдан кейін өз жобаларымды нақты бір салада жүзеге асыратыныма сенемін. Мен өз жобамды елордамыз Астанада іске қосам деп ойлаймын. Қала тұрғындарының өмірін жақсартуға сәл болса да өз үлесімді қоса алсам, бақытты болар едім. to make citizens' lives better, I will be more than happy. Астана Дидар үшін жай ғана өзі тұратын қала емес. Бұл жергілікті ортаны өзгерте алатын. Мүмкін Қазақстанның басқа қалалары мен одан тыс жерлерге үлгі болатын идеяларды жүзеге асыру алаңы. Дидар Еділхан Қазақстан ғылымының жарқын бейнесі. Оның жобалары қалаларды қауіпсіз, жайлы әрі ақылды етіп, мыңдаған адамның өмір сапасының артуына ықпал етеді.